Өлең сөзбен басталды құлайтамын, жүрегіммен өзіне сыр айтамын. Тыңдарманым болса егер құлақ түрер, бүгін мен подкастымда жыр айтамын дей келе, бүгінгі подкастымыздың қонағын таныстырып өтейін. Бексұлтан Дарын, тәуелсіздік тұғырым атты республикалық оқушылар айтысының бас жүлде иегері. Бірнеше мәрте республикалық оқушылар айтысының жеңімпазы. Дарын, менің подкастыма қош келдің. Ал енді сұхбатымызды бастамас бұрын өзіңді таныстырып өтсең, қай жақтың тумасысын, ақындық қабілетін қай жасында ояна бастады? Сәлем Айнұр, шақырғаныңа көп рахмет. Мен өзім Жержаназ Жесу Талдықорған қаласының тумасымын. Туған жылым 2004 жыл. Аты жөнім Бексұлтан Дарын, өзің айтып отқандай. Жалпы ақындыққа деген менің қызығушылығым, осы ақындық өнерім қашан басталды. 6 сыныптан бастап ақындар мүшәйрасына қатыса бастадым. Ол яғни жазба ақындар жарысы. Басында бастапқыда жазба ақын болдым. Содан келе 8 сыныптан бастап айтысқа бет бұрдым. Өзімді жаңа қырынан сынап көрейін дедім. Ал сенің бағынды жанған осы республикалық байқауларға көбірек тоқталып кетсең? Бағымды жаққан жаңа өзің айтып кеткен тәуелсіздік тұғырым атты республикалық айтыс. Сол айтыста өзім бас жүлдені жеңген болатын. Содан келе мысалы өзіміздің аға буын айтыскер ақындарымыз тани бастады. Содан кейін Жыралы Жамбыл Ұзынағашта болған республикалық оқушылар айтысында 2-ші орынды иелендім, қайым айтыс бағыты бойынша. Сол екеуін бағымды жаққан айтыстар деп айта аламын, толықтай. Ал енді осы спорттағы жекпе-жектерді алсақ, спортшылар ортаға өз лақап атымен шығады. Айтыста сөзбен тапқырлық жекпе-жегі. Ал сенің осы айтыстағы лақап атың қандай? Өте, жалпы өзім Найман руынан шыққан жігіт болғандықтан Ақын Найман деген лақап ат алған болатын. Сол лақап атпен біраз айтыста шыққам. Домбырама да сол лақап атты жазған болатын, Ақын Найман деп. Лақап атым сол Ақын Найман. Ал енді осы жазба ақындық пен айтыскерлік өнері бір-бірінен алшақ емес. Дегенмен суырып салмалық екінің бірінің қолынан келмейді. Осы тұста айтыстың қиын тұстарына тоқталып өтсең? Жалпы екеуін салыстыруға келмейді, себебі айтыскер ақын жазба ақындай әдемі, кәделі жазалмайды. Мысалы, сұлу да сымбатты сөздермен жазалмайды, ал жазба ақын айтыскер ақын секілді суырып сала алмайды. Суырып салса да ол оңай дүние емес, оған ойлау жүйесі барлығы жатады. Жалпы. Ал енді осы айтыста қандай талаптар қойылады осы айтыскерлерге? Айтысуға берілетін шектеулі уақыт бар ма дегендей осындай талаптарына толықталып кетсең? Кезінде бізде болатын уақыт беретін 15-20 минут. Содан кейін жалпы айтыс қызығырақ болып жатса ешкім тоқтатпайды ғой енді. Сосын шектеулер қойылады, мысалы шындық айтпаңдар, саясатқа жоламаңдар дегендей. Әлі мектеп қабырғасында жүрген оқушысыңдар, сондықтан жоламаңдар дегендей. Жалпы айтыс сондай шындықты айтатын, елдің мұң-зарын жырлайтын жер ғой негізі. Оны біраз түсінбейді негізі. Ендігі осы айтыста негізі шабыс секілді. Кейде шабады, кейде болдырады. Көмейге ұйқас сөз келмегенде бұл жағдайдан қалай шығып кетуге болады? Қалай ойлайсың? Жалпы біраз айтысқа қатысып көрген ақындар білетін шығар, біз алдын ала айтыс болмай жатып алдын ала заготовка деген бар. Жазып аламыз өзіміз дайындап. Мысалы амандасуды көбісі жазып алады, біраз атаканы жазып алады. Санаға мүлдем ой келмей жатса, сол заготовканы арасында қолданамыз енді. Негізі былай айтқанда, ол негізі өте сирек санаға ой келмеу кездері, мысалы. Сөз келмей, мысалы, айтады ғой, әшейінде ауыз жаппас, той дегенде өлең таппас деп. Ол кезде енді, білмеймін, біз сахнаның аурасы қысады, мысалы, халықтың алдына шығып отқаннан кейін жауапкершілік, содан кейін бір кішкене қорқыныш пайда болады. Ол барлығы біледі шығар, қорқыныш болады. Сол қорқыныш арқылы келеді ма, мен білмеймін енді. Бірақ өзімде сондай айтыс жатқан кезде, жалпы елдің алдына шыққан кезде
ой келе береді, сөздер келе береді, ұйқас келе береді мысалы. Соның арқасында құтыламыз. Ал былай заготовка қойсам. Ал енді осы жыр алыбы Жамбыл өз жырында менің пірім сүйінбай, сөз сөйлемен сыйынбай деп ұстазын тілге тиек ете кеткен. Ал сенің осы үлгетер айтыскерің кім? Жалпы менің үлгетер айтыскерім өзімнің жерлес ағам Жандарбек Бұлғақовты мен жалпы өзім былай айтқанда пір тұтам. Оның айтысу тактикасы, сөз мәнері, оның сөз лексиконы өте бай кісі мысалы. Және де менің ойымша ораздан кейінгі осы қазақ тарихында жаңа дәуірдегі айтыста Жандарбектей мақтақын әлі жоқ. Мысалы Ринат ағамдар да бар, бірақ Ринат ағамдар соңғы кезде енді басында жас кезінде жақсы айтысатын. Қазір халықтың былайша айтқанда понт дейді ғой. Шындық айтып понт қалып кетеді. Ал Жандарбек Бұлғақов ол кез келген қиын сәттерден құтылып кетеді мысалы. Жалпы сол оқығанның пайдасы ғой. Ал жалпы бой айтатын болсам, Болатбек Оразбаев, мен өзім былай үлгі тұтатын адамдар көп негізі. Болатбек Оразбаев, Сырым Әуесхан бар мысалы. Ринат ағамыз да бар оның ішінде. Жандарбек Бұлғақов, сол кісілерді өзім үлгі тұтам негізі. Ал енді сен осы оқушылар арасында өзіңді айтыскерлігіңмен көзге түстің, қалың көпшілікке танылдың. Енді болашақта үлкен айтыстарға қатысып, республикалық деңгейде алтын домбыран иегері атану ойында бар ма? Иншалла бұйырса ол да болады. Жалпы алдыма қойған мақсатым сондай. Сол алтын домбыра, қазір асыл домбыра деген жаңадан шықты ғой, сол алып соған қол жеткізсем деген ой бар негізі өзімде. Арман бар былайша айтқанда. Негізі ол жүлде емес, сол халықтың ықыласын алсам, сол өзім үлгі тұтатын ағаларыммен бір сахнада айтысам деген арман ғой негізі. Жүлде ол қызық емес маған. Бір айтыс айтқаным болатын, жүлдеге басын дейіп не қылайын, алтыннан қонып екі халқым бар деді. Сол секілді халықтың ықыласы ең маңызды маған. Ал енді біз айтыскер дарынды таныдық, яғни домбыраны да жақсы меңгергенсің. Басқа біз білмейтін қандай хоббиларың бар? Немесе басқа да аспап түрлеріне ойнай аласың ба? Хоббилар дегенде өзім футбол ойнаймын осы уақытында. Жалпы кезінде мектеп қабырғасында жүрген кезде өзім футболға қатысқам. Яғни Локомотивтің қазіргі былайша айтқанда молодежный академия дейді ғой. Локомотивтің сол молодежный академиясын ойнаған 5 жыл. Ол жерден травма алып қалып шығып кеттім енді. Денсаулық кішкене жарамай қалып. Ол былай басқа аспаптардан айтатын болсақ, басқа аспаптар гитараны үйренуге тырыстым, бірақ үйрене алмай қойдым, қиын екен. Былай білетін домбыра ғой, өзіміздің домбыра, қара домбыра. Ал енді бұл бір сүбелі сұхбат болды деп ойлаймын. Енді келген қонағымыздан қонақ кәде сұрағанымыз айып болмас. Енді осы подкастым бұл менің жаңа жобам болғандықтан, осы жобама бір арнауым болса. Әрине. Айтуға жарап тұрса, Айнұржан қонақ қылып санап тұрса, бассамаңа береке тілейтінім тек шындықты подкастың талап қылса. Қонақ кәде сұрадың қолға салып, арнауым мал көрейін бағаштырса. Айнұржан қолға салып сұрады ғой, арнау айтып берейін қалап тұрса. Мәгигәгім, мәгигәгім, өлең болса Айнұржан сұрағаның, жақын деген мен болам бір адамың. Ақын болсаң арнау айт деп жатыр ғой, ол сөзіңді әрине құп аламын. Берекелі подкастың төрінде мен өнегелі өлеңдер шығарамын. Мәгигәгім, мәгигәгім,
бақытың баста тұрсын мәңгілікке. Сен сәулеңді шаша бер мәңгі көпке. Подкастыңа береке тілейтінім, қалғанын келтіресің енді ретке. Тек жеңістің көк туын желбіретіп, жеңілістің ақ туын желбіретпе. Әдигәгім, әдигәгім. Алдарын әрмен қалай жырлай берсін. Ойыннан өнеге сөз ұрлай берсін. Басқа өлең тыңдамаса тыңдамасын, Айнұрдың подкастын тыңдай берсін.